Мүгедектігі бар тұлғалардың тұрғылықты жерлерінен серуендеге шығулары қалыпты жағдай болуы керек. Бірақ екібастұзда көптеген көп қабатты тұрғын үйлер соған лайықты жабдықталмаған. Міне осы олқылықты жоюға Богатырь көмір серіктестігі өз үлесін қосуда. Екібастұз қаласы әкімдігі мен және Богатырь көмір компаниясы арасындағы әлеуметтік дамудағы өзара ынтымақтастық туралы меморандум жасалынған. Қосымша келісімге сәйкес осы бағыттағы жұмыстар 2022 жылы басталды. Алғашқы бетте тау-кен көлік жабдықтарын жөндеу зауыты пандустар жасап орната бастады. Ал 2024 жылы компания басшылығының бастамасымен бұл жұмысқа мердігер ұйым тартыла басталды. Бұл жағдайда Богатырь көмір кәсіпорны пандусты жобалау, жасау және орнату жұмыстарын қаржыландырды. Хочу выразить огромную благодарность Богатырь көмір компаниясына пандус орнатуға көмек бергендері үшін алғыс білдірем. Біз осы үйде 16 жыл тұрып келеміз. Содан бері алғашқы рет осындай пандус орнатылды. Сол үшін Богатырь көмір кәсіпорнына ризашылығымды білдіремін. Очень отличный пандус. За это я благодарю Богатырь көмір. Наурыз мейрамын мерекелеу күндерінде қайырымдылыққа да үлкен мән беріледі. Әлеуметтік жауапкершілікті кәсіпорын ретінде Богатырь көмір әрқашан мұқтаждарға барынша көмектесуде. Пандус орнату жұмыстарын қаржыландыру сол бір ізгілік жолындағы игі істің бірі ғана. Я мама двух особенных детей. Мен екі ерекше баланың анасымын. Богатырь көмір кәсіпорнына көмек көрсеткендері үшін рахметімді айтқым келеді. Олар бізге 25 жыл күткен пандусты орнатып берді. Сіздерге алғыс білдіре отыра, компания дамып гүлдесін. Табыстарыңыз көп болсын деп тілек айтам. Біз сияқты көмекке мұқтаж отбасыларға, мүгедектігі бар тұлғаларға көмек беретін мүмкіндіктеріңіз бола берсін. Бізге пандус өте қажет болған еді. Осы игі істеріңіз үшін ризашылығымды білдіріп, компанияға бар жақсылықты тілеймін. Огромное спасибо, хочется сказать. Спасибо большое.